1945 жыл Америка Совет одағының 20 қаласын атом бомбасымен жарып, СССРді толығымен жоятын туралы жоспары. Әрине бұл ақш СССРді қорқыту үшін жасалған үлкен өтірік, өйткені Америка Жапонияға 2 бомбасын тастағасын тез бомба жасауға шикізаты қалмады. Бірақ адамзат тарихында ең үлкен қарулану жарысында неғұрлым көп ұшақтар, ракеталар, бомбалар жасауға, жаңа технологияларды, ғалымдарды, шпиондар, барлық ресурстарын екі ел аямай салған болады. Кейіннен бұл екі мемлекетке басқалары да қосылды. Өйткені олар да технологияларды, қаруларды, көршілес елдерін қадағалап қорғануды және үлкен көлемде бейбіт атом энергиясын пайдалануды көздеді. Соңғы 79 жыл ішінде 2000-нан аса атом жарылысы болды. Соның ішінде 456 жарылыс Семей сынақ полигонында өткен. Бұл әлемдегі ең үлкен полигондардың бірінде Хиросима, Нагасаки қалаларында болған бомбадан күші 2,5 мың есе көп болған жарылыс 500 мыңнан астам адамға зардабын тигізді. Тарихта болған ең үлкен атом бомбасы Совет одағының Царь бомба сынақ жарылысында жарылды. 1961 жылы 30 қазанда солтүстік мұзды мұхит аралының үстіне Совет ұшқыштары парашютпен ұзындығы 8 метр 26,5 тонналық снарядты тастады. Осы бомба қазіргі ұшақтар ұшатын биіктіктің жартысында 4000 метр биіктікте жарылып, 55 километр радиуста тірі ештеңе қалдырмады. Жарықтың вспышкасы 1000 километр қашықтықта Норвегия, Гренландия, Аляскада көрінген. 780 километр қашықтықта Диксон аралының ауылында жарылыстан бүкіл терезелер сынды және жарылыстың толқыны жер шарын 3 рет айналып шыққан. Одан да қорқыныштысы, тарихта болған ең үлкен жарылыстың ізі стратосферадан асып биіктік 67 километрге жеткен. Салыстырғанда жер бетіндегі ең үлкен нүкте Эверест шыңы 8,5 километр ғана. Сынақ бомбаларынан бөлек тарихта әскери бомбалар тек Хиросима, Нагасаки қалаларында жарылған. Енді салыстырып көру үшін ақпарат. Хиросима қаласында болған 16 килотонналық бомба радиусы 2 километрде 80 мың адамды бір сәтте өлтірген болатын болса, ал осыдан 3000 есе күші көп Царь бомба Нью-Йорк сияқты халық көп шоғырланған қалаға құлағанын тек елестетсек, 50 километр радиуста 8 миллион адамды бір сәтте күлге айналдыруы мүмкін. Әрине бұл жай ғана теория, бірақ атом соғысы орын алған жағдайда бұл қалай болуы мүмкін екендігі байқалады. Бүгін әлем елдерінің 80%-ында шекара бойынша конфликттері бар. Мынау ядролық қаруы бар 9-дық. Осы елдердің ядролық қаруы бар болғаны ғана 3-ші дүниежүзілік соғысының басталуына бөгет болып тұр. Себебі алғашқы 2 дүниежүзілік соғыс дәл осы жерді бөліс алмағаннан болады. Америка 1945 жылы Нью-Мексико штатында Гаджет немесе Тринити деп атаған ең алғашқы болып ядролық бомбасын сынақтан өткізді. Ядролық қару бойынша басты бәсекелесі СССР тек 4 жылдан кейін ғана 1949 жылы РДС-3 атты бомбасын жасап, Семей полигонында жарған болады. Үшінші ядролық держава Британия болды. 1957 жылы Австралия маңында Монтабелло аралында сынақ жасады. 1960 жылы Франция Сахарада Алжирдің территориясында өз бомбасын сынақтан өткізді. Бесіншісі Қытай Лабнор атты полигонында 64 жылы, әрі қарай тізімде Үндістан 74-те, Пәкістан 98 жылы, Солтүстік Кореяда 2006-да, соңғысы Израиль. Олар әлі ресми түрде сынақ жасаған жоқ, бірақ дерек көздері бойынша оларда атом бомбасы да жеткізу ұшақтары да бар деседі. Кез келген атом бомбасын жасау үшін бірінші керегі уран шикізаты. Біздің жер уранға бай, өндіруден әлемде бірінші орындамыз. Бізден кейінгілер Австралия, Намибия, Канада, Өзбекстан. Уранды атом реакторына салып бомба жасауға плутонийді алу үшін екінші керегі күрделі технологиялар мен жабдықтар, яғни шикізатты ядролық отынға айналдыру керек. Ал содан кейін қажеттілігі бойынша үшінші мен төртіншісі білімді инженерлік институт және көп ақша. Иранға салынған санкцияларға Ирак пен Ливияның тағдырына қарап, атом қаруы бар 9 ел, оның басқа конкуренттерінде бар болғанын мүлде қаламайтынын түсінеміз. Басынан аяғына дейін санкциялар мен тыйым салынған Солтүстік Корея атом қаруына қол жеткізді. Өйткені Ким Чен Ын әулетіне Саддам Хусейн мен Ливия билеушісі Каддафидің тағдырын қайталамау үшін өлім және өмір арасындағы мәселе болады. Себебі ядролық қорғаның жоқ болса, үлкен жігіттер басып кіріп, еліңде бүлік шығару мүмкін. Жарайды, 20-шы ғасырға оралайық. Неге осы Америка бірінші болып атом қаруына қол жеткізді, мысалы Германия емес? 1938 жылы неміс ғалымдары Отто Ган мен Фриц Штрасман уранның атомын бөлу жолын ашты.
енді үлкен көлемді энергиялық күш көзінен бомбалар жасауға немесе арзан электр қуатын өндіруге болады. Мысалы мынандай жаңғақ. Осының ішінде мүмкін тәтті ма, точно бірдеме бар. Жаңағы екі ғалым осыны шағуды үйренді. Уран 235 бұл 20 ғасырдың басты химиялық элементі. Неге 235 десеңіз, себебі оның құрамында 92 протон, 143 нейтрон. Осы екеуін біріктіріп ұстап тұрған әлемде ең мықты күш. Қалыпты жағдайда атом ядросы жай адам елестеуге қиын напряжениеда болады. Осыған бір нейтрон келіп қосылса, бірігіп тұрған ядро жан-жаққа шашырап, энергиямен жаңа нейтрондар бөледі. Ол нейтрон келесі ядроға жетіп, олар да энергиямен нейтрон бөледі. Бір ядро 2-ке бөлінеді, 2 4-ке, 4 8-ге, 16-ға, осылай 60 қадамдық бір сәтте квантиллион атом бөлінеді. Міне жаңағы жаңғақ, осыны нейтронмен атса, ол жарылып басқа жаңғақтар туылады, олардан басқасы пайда болады. Осылайша 60 квантиллион жаңғақ. Цепная реакция дегеніміз осы. Салыстырып қарасақ, 1 грамм уранның энергиясы 3 тонна көмір немесе 2,5 тонна мұнайдың энергиясына тең. Әлемде бүкіл уранның 0,72% ғана 235 уран. Басқаларының бәрі атом электростанциясына да, бомбаға да жарамайтын 238 уран. Енді уранды байыту дегенді естігеніңіз бар ма? Қысқаша айтсақ, 238 момын уранды құтырған 235-ге айналдыру. Ал бірақ бұл өте қиын және қымбат шаруа. Германия сол 1939 жылы бірден ураннан атом бомбасын жасау үшін құпия проект жасаған болатын. Естеріңізге саламын, Гитлер ол кезде уже Австрия мен Чехословакияны басып алып, Польшаға қарай бет алып жатты. Басты агрессордың қолына ешкім төтеп бере алмайтын қару түссе, Германияны жеңу мүмкін емес болып қалатыны барлық ғалымдардың уайымы еді. Германиядан Америкаға қоныс аударған әйгілі физик Альберт Эйнштейн сол жылы ақш президенті Рузвельтке жолдаған хатында былай делінген: уран жақын болашақта жаңа және негізгі энергия көзіне айналуы мүмкін. Бұл жаңа дүниемен бомбаны да жасауға болады. Кемемен әкелініп портта жарылған жалғыз осындай бомба портпен қосып айналасында бүкіл территориясын күлге айналдыруы мүмкін. Осыған орай Америкадағы цепная реакция мәселесімен айналысып жүрген ғалымдар мен мемлекет арасында тығыз байланыс орнату қажет екендігіне келісуіңізді сұраймын. Міне осылай Рузвельт Эйнштейнмен келісе қойып, Америка өз бомбасын жасауға кірісті. Сонымен Манхэттен атты құпия проект жайында естуіңіз бар ма? Ол проектіде 130 мыңға жуық қатысушылар болды. Ондаған жаңа кәсіпорындар ашылды. Шөл далада ең мықты инженерлер жанұясымен тұратын жабық қала салынды. Америкалық бомбаны жасау үшін 31 Нобель лауреаты бірігіп жұмыс жасады. Жарайды, ақыл иелерін біріктіріп жинап алды. Енді уранды қайдан табуға болады? Америка өзінің алғашқы 3 бомбасын африкалық сиқырлы қазбасынан жасады. Бүгін бұл Конго Демократиялық Республикасы, ал 61 жылға дейін бұл Бельгия колониясы болатын. Демек, бұл жерде жергілікті қара нәсілді халық өздерінің қазба байлықтарын өркениетті еуропалықтарға көк тиынға қасып беріп жатыр. Мысалы, мына жердегі Шинколобве кен орны. Бұл жерде радиоактивті радий металын өндіреді. Ол химиялық элементті 1898 жылы ғалым әйел Мария Кюри ашқан. 20 ғасырдың басында радий әлемде ең қымбат металл. 1906 жылы 1 грамм радийдің құны $175 мың немесе 265 килограмм алтынға тең. Әрине, осы радийді қазба ақша тапқысы келетіндер көп. Сондықтан африкалықтар көлеңкенің өзінде плюс 40 градус температурада жыл бойы еңбек етуде. Осыған қоса әрдайым радиациялық аурулардан мүгедек болып немесе қайтыс болып жатты. Себебі олар жер астынан жалаңаш қолмен уран оксиді 65%-ға жететін кенді қазып шығарып жатты. 65% дегеніміз қаншалықты күшті екендігін түсіндіру үшін айтайын. Қазір уран 3-ке бөлінеді. Біріншісі әлсіз уран оксиді құрамында 0,1%-ға дейін. Ондай кенді деп өндіріп пайдаланады. Екінші уран оксиді 1%-ға дейіні, үшіншісі 1%-дан жоғары уран. Қазіргі таңда уран оксиді құрамында 14%-ға жететін Канадада ғажайып кен орны бар деседі. Енді өзіңіз елестетіңіз, ол кезде Конгодағы уранның құрамында 65% оксид. Алайда Конгодағы уранды тапқан кезде уран ешкімге керек емес, өйткені барлығы сирек кездесетін радийді іздеп жүр. Радий 1 тонна уранның құрамында 333 миллиграмм ғана. Сондықтан қалған уранның бәрін не болса соған пайдаланып жүр. Мысалы, фарфордың краскасы немесе түрлі түсті шынылар жасайды. Әрине, уранның біраз бөлігін Бельгияға жібереді. Тап осы 1940 жылы Гитлер Бельгияға басып кіргенде неміс химиктерінің қолына уран түсті. Альберт Эйнштейн Рузвельтке тағы не жазғанын қараңыз.
Құрама Штаттар уранның маңызсыз бөлігіне иелік етеді. Оның бағалы кен орындары Канада мен Чехословакияда, ал ең маңызды кен орны Бельгиялық Конгода. Осылайша Конгода қалған барлық уранды Манхэттен проектіне жұмсады. Немістер мен Америка атомды зерттеуді бір мезгілде шамамен бір көлемде конголық уранмен бастаған болатын. Ендеше неге Америка бірінші болып жетістікке жетті деген сұраққа қысқаша жауап берсек, ақш зерттеулерінде графитке бас тіккен болатын. Табиғатта өте жиі кездесетін графит жаңағы цепная реакцияны басқаруға көмегін тигізді. Ал немістер болса тек ауыр су дейтериймен эксперименттер жүргізген болатын. Дейтерийдің Еуропадағы жалғыз заводы басып алынған Норвегияда болатын. 1943 жылы британиялықтар сол заводты жарып жіберді. 1945 жылы Совет одағы өз бомбасын жасаған кезде конголық уран әлемде таусылған болатын. Сондықтан бүкіл Совет одағы мен Европа бойынша уран өндіру ісін жаңадан бастап аяққа қойды. Алғашқы Совет одағының атом бомбасында 60% неміс ураны, 20% Чехословакия, 3% Польшаныкі, тек содан қалғаны ғана жергілікті уран болды. Жаңа айтқанымдай, уран қазып алған күйінде еш маңызы, пайдасы жоқ, оны байыта білу керек. Уранды байытудан қазіргі кезде әлемде лидер кім екенін мына тізімнен қараңыз. Ресейдің бұл жерде бірінші болып тұруының себебі 40-шы жылдар соңында Совет одағы бірегей технология жасады және бүгінге дейін ешкім оны қайталай алмады. Міне мынау Совет одағындағы Владимирский грамм заводында шыққан музыканы тыңдауға арналған құрылғы патефон. Бұны екінші дүниежүзілік соғысына дейін жасап шығаратын тұғын. Грамм пластина мен атом бомбасының не байланысы бар дейсіз ғой? Қазір айтамын. Грамм пластинадағы әуенді есту үшін оның бетіндегі ойықтардан осындай ине сырғуы тиіс. Бұл инені Владимир заводында табиғатта қаттылығы бойынша алмаздан кейінгі жасанды минерал карунттан жасайды. Бұл Сергей Виктор Кеңес одағында уран байытудан әлемде ең үлкен индустрия жасаған ғалымдардың бірі. Осы кісі 40-шы жылдар соңында мықты және күрделі уран центрифугасында карунттан жасалған инелерді пайдалануды ойлап тапты. Өйткені секундына центрифугада 1200 рет айналатын радиоактивті ураны бар валға ешқандай подшипниктер шыдамады. Бұл Кеңес одағындағы металл қорытпасының данышпаны саналатын ғалым Йосиф Фриндлендер. Оның тәжірибесінің арқасында ондаған совет ракеталарының корпустары мен бөлшектері жасалды. Ал атом реакторы үшін уран байытатын центрифуганың корпусын шамадан тыс температураға, сәулеленумен қысымға шыдайтын қылып жасады. Міне соңғы 70 жылда газды центрифуганың 10 жаңа буыны жасалды. Өндірілген уранның бір бөлігі 90%-ға концентратталып ядролық қаруларға жұмсалса, басқа бөлігі тек 4%-ға ғана концентратталып, 235-ші уран атом электростанцияларына тек қана Ресейге ғана емес, коммерциялық жолмен әлемге таратылып отыр. 2022 жылы Ресейден уранды Америка 644 миллион долларға, Нидерланды 529 миллион долларға, шамамен осы суммаға Германия, Великобритания, Франция сатып алған. Бүгін әлемде 400-ге жуық атом электростанциялар бар. Олардың міндеті арзан электр энергиясын мейлінше арзан қылып өндіру болса, ресейлік байытылған уран технологиялар мен көлеміне байланысты ең арзаны болып табылады. Енді мынау қай елде қанша атом бомбасы бар туралы тізім. Оқтұмсықтардың басты проблемасы неде екенін айтайын ба? Жарамдылық мерзімінде шамамен 30-45 жыл аралығында жарамдылығы бітеді. Уран концентраты уақыт өте бомба ішінде ыдырап өз қасиетін жоғалтады. Демек ол керек кезінде жарылмай қалуы немесе кенеттен жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан қарулану жарысында жасалған бүкіл бомбалар ауыстыруды қажет етіп тұр. Бірақ Америкада ешқандай компания уран байытумен айналыспайды. Кезінде Құрама Штаттар бұл нарықта үстемдік еткен болатын. Алайда тарихи факторлар айналымы мен ресейлік арзан уранды сатып алу келісімі әлемде нарықтың жартысын қамтуына мүмкіндік берді. ақш болса уран байытудан мүлде бас тартты. Сонымен 90-шы жылдар Совет одағы толығымен жойылып, тәуелсіз мемлекеттерге бөлінді. Тәуелсіз мемлекеттер, оның ішінде Қазақстан да бар, атом бомбаларын бабында сақтай алмайтын болғандықтан Ресейге өткізді. Ал оны жай қоқысқа тастай алмайсың. Тастаудың да не қажеті бар? Ресейлік технологиялармен пайызын азайтып, Америкадағы атом электростанцияларына сатуға болады. 90-шы жылдар Ресей бюджетіне шұғыл түрде ақша керек, ал Америкаға арзан уран. Осылайша кедей ресейліктер мен Америка кәсіпкерлері келісім жасады. Осы келісімнің арқасында 90-шы жылдары Ресей өзінің атом энергетика саласын құтқарған болатын. Мамандар мен заводтарды жұмыспен қамтып, технологияларды бүлдірмей сақтап қалды. Кризиске қарамастан 17 миллиард доллар табыс тауып, оның 13 миллиардын бюджетке салық ретінде өткізді.
тағы да пайда жағынан айтсақ, ескі мерзімі жақындаған ураннан құтылып, өз әскеріне жаңасын жасай бастады. Өйткені кез келген әскери ядролық программа бұл басынан тек шығын келтіретін сала, және оны қалпында сақтау үшін бейбіт атомның үздіксіз атқаратын жұмыс күші қажет. Осы жерде Солтүстік Корея атом тарихы мысал болады. Кезінде осы Совет одағының ғалымдары Йонбьонда зерттеу реакторын салуға көмектескен болатын. Ал осы зерттеу реакторында Кореяның атом бомбасының негізі қаланды. Атом электростанциясы қазір 33 мемлекетте бар. Олардың әрқайсысы атом бомбасын жасауы мүмкін. Бірақ халықаралық атом энергетикасын бақылайтын ұйым бар. Олар әрбір атом электростанциясы мен мемлекеттердің атом энергетикасын бейбіт жолға пайдалануын қадағалап отырады. Бағынбаған Иран сияқты өз атом бомбаңды жасайтын болсаң, санкциялармен көмілесің. Немесе Солтүстік Корея сияқты бақылаушыларды өз елінен қуып жіберуге болады. Тағы да маңызды жағдай. Турцияда, Египетте Росатом салу, пайдалану, ие болу принципі бойынша атом электростанциясын салып беріп жатыр. Яғни мемлекет емес, Росатом атом электростанцияларын күрделі процестерін жүргізіп, бақылауында ұстап отырады. Атом бомбасын жеткізетін үштік олар ракета, самолет, суасты кемелер. Бірінде техникалық потенциалы бар, бірінде жеткізу құралдары бар, тағы бірінде қорғаныс үшін әртүрлі себеп сылтаулармен өзіне атом бомбасын керек деп есептейтін тағы да мына 9 мемлекет бар. Олар Жапония, Оңтүстік Корея, Тайвань, Украина, Турция, Египет, Сауд Аравиясы, Иран және Бразилия. Жапония мен Оңтүстік Кореядан бастайықшы. Олардың техникалық потенциалы өте зор. Картаға қараңыз, екі елде де ондаған атом энергоблоктары жап-жақсы жұмыс жасап тұр. Жапония өзі уранды байыта алады, және оларда атом бомбасын жасауға 46 тонна плутоний бар. Екеуінде де бомбаларды жеткізуге баллистикалық зымырандары да дайын. Сонда да әзірше екеуі де атом бомбасын жасамайды. Себебі олар америкалық ядролық қорғанның астында отыр. Яғни Қытайдан немесе Солтүстік Кореядан төнетін қауіпке Америка өзінің ядролық бомбаларын дайын ұстап отыр. Дәл осы жағдай Тайваньға да тиісті. Атом реакторлары, суасты кемелері, ұшақтары болғанмен бомба жасап шығындануының қажеті жоқ. Ал енді Украина жайында. Бүгінгі болып жатқан жағдай ұзақ әңгіме, сондықтан оны қозғамаймын. Тарихи деректер бойынша Кеңес одағы ыдырағаннан кейін территорияда 1700 бомба қалды. 94 жылы өз еркімен ба, жоқ па, бірақ Кеңес одағының бомбаларынан бас тартты. Бірақ Украина жерінде жеткізу құралдары, өндіріс орындары, шикізаттар мен мамандар қалған болатын. Егер олар өзіне бомба жасауға кіріссе, Солтүстік Кореядағыдай халықтың өмір сүруіне ақша қалмаған болушы еді. Турция мен Сауд Аравиясы екеуі де ислам әлемінде лидерлікке таласып жатқан ел. Ал ислам әлемінде атом бомбасы тек Пәкістанда ғана бар. Турцияда уран өндіретін қазба орындары да, баллистикалық ракеталар да, ядролық зерттеу орындары да бар. Алайда Түркия экономикасы 62%-ға сыртқы елдермен сауда қарым-қатынасынан тұратын болғандықтан, жасырынып жасаған бомбасы үшін санкциялар салынса, ел президенті Эрдоганмен бірге экономикалық катастрофаға ұшырауы мүмкін. Және де Турция НАТО мүшесі, сондықтан қандай жағдай болғанда да Америка ядролық қорғаныс беруіне міндетті. Ал Сауд Аравиясының жағдайы басқаша. Міне сыртқы елдер министрінің сөзі. Егер Иран ядролық қаруға қол жеткізсе, біз де қол жеткізу үшін барлығын жасайтын боламыз. Египет пен Израильдің арасында да осындай жағдай. Бірақ екі жақта да бомба болмаса, оны жасап шығынданып, санкциялардың астында қалуға ниеттері жоқ. Ендеше санкциялар бойынша чемпион бұл Иран. Елде өз энергоблогы, өндірістік және өңдеу орындары, зерттеу орындары да бар. Және Америкада қара тізімге енген мықты физик ғалымдар да бар. Осыған қоса шағын, орта диапазонды және космостық ракеталар арсеналы да бар. Ядролық тоғыздықтан ондық жасауға ең жақын тұрған осы Иран. Санкцияларға бастан аяқ оралып, қанша жылдан бері босқа отырған жоқ. Соңғысы Бразилия, Оңтүстік Америкадағы ең үлкен мемлекет. Әскерге жұмсалатын ақша бойынша сол жақтың лидері. Және ең маңыздысы атом бомбаларын жасау үшін де бәрі түгел бар. Тағы да осыған орай қосымша ақпарат. 2008 жылы Бразилия Франциядан 4 суасты электронды дизельдік кемесін бүкіл технологияларды пайдаланып өз елінде өндіру рұқсатымен сатып алды. Мына тізімде суасты кемелер бойынша кім лидер екенін қараңыз. Солтүстік Корея жай туристер үшін сонша көп жасаған жоқ. Дұшпанның жеріне бомбаны неғұрлым тез жеткізу үшін. Ал Бразилияда атом қаруының дұшпаны ол коррупция мен кедейлік. Сондықтан олар да бомба жасап, өздерінің экономикалық тұншықтыруына әзірше дайын емес. Сіздің ойыңызша атом бомбасы өзі несімен қорқынышты? Дүние жүзінде ядролық соғыс болса, әлемде ядролық қыс басталады деген болжамды естуіңіз бар ма?
елестетіп көріңізші, көптеген жарылыстардан кейін жер атмосферасына түтін мен күл ұшады. Олар күн сәулесін жауып, планетамыз Арктикадағыдай суып кетеді. Салдарынан аштық басталады. Одан соң азық-түлік пен алғашқы керек ресурстар үшін қарапайым соғыс басталады. Тағы да радиациялық әсерлерден мүгедек болып қалу немесе ауырып өлу қорқынышы. Расында Семей полигоны маңындағы халық, даже радиоактивті радийді ашқан ғалым Мария Кюри ханым да ұзақ әсер еткен радиациядан өлді. Енді қараңыз, Чернобыль аясында болған апатта бір сәтте 180 тонна радиоактивті элемент жерге шашылған. Оған қоса ауда жарылған бомбаның радиакциясынан бірнеше күннен кейін адамға қауіпті әсері қалмайды. Хиросима, Нагасаки сияқты ондай қалаларда бірнеше жылдан кейін бұрынғысынша өмір сүруге болады. 54 жылы 14 қыркүйекте Совет одағы Тоцки полигонында атом бомбасын жарды. Бірнеше сағаттан кейін осы залалданған жермен 45 мың солдат, 1200 әскери техника оқу шабуылын жасады. Маршал Жуковтың жасаған бұл тәжірибесі атом соғысы орын алған жағдайда да армия мен армияның соғысы ешқайда кетпейтінін дәлелдеді. Осының бәріне қарағанда мені қаттырақ қорқытатыны не екенін айтайын. Жапонияда атом бомбасы құрбандарының мемориалында былай делінген: тыныш ұйықтаңыздар, қателік қайталанбайды. Ал мен кез келген қаруға жолаған адам осыны есінен шығармаса деймін. Контент ұнаса да, ұнамаса да, осы жерге дейін көрген болсаң лайк басып, пікіріңді қалдырып кет.